Ассалаумағалейкум қазақ елі, міне сіздерге 6 түрлі қызмет атқаратын құрылғыны арнайы ұсынғым келіп тұр. Мысалы, машинаға қыстың күні келдіңіздер, машина оталмайды. Ондай жағдайда міне дәл осы құрылғыны қосасыздар. Көрдіңіздер ғой. И қазақ болды өшіре бер. Максимальный аккумулятордың зарядкасы отырып тұр. Қыстың күні 3 рет оталдыруларыңызға жетеді. Одан бөлек трассада келатсыздар, машиналарыңыз сезіліп қалды, немесе машиналарыңыздың азында тұрғанда желі шығып кетті. И насос қызметінде атқарады. Көрсеңіздер болады. Арнайы машинада желі жоқ. Бұлай өздеріңіз функциясын ауыстырасыздар. Міне, арнайы мотоциклге де жел беруге болады, велосипедке, міне машинаның несін қоясыздар да. И кет. Міне, давлениясын 37 мен берсеңіздер де болады. Тек қана машинаның желін ғана емес, бұдан бөлек велосипедке, баллондарыңызға, міне жаз мезгілі келіп жатыр, бассейндеріңізді осылай үрлеп алсаңыздар болады, достар. Өте керемет құрылғы жалпы. Әр көлік жүргізетін жанға, әр водительге керек дүние. Таптырмас керек дүние жалпы. Одан бөлек, достар, қазір ішке кіріп көрсетем. Мысалы, машинаңыздың ішін балаларыңыз печенье төгіп бүлдірді, немесе чипсы шашып жіберді, немесе шаң сорылмайтын, сүрте алмайтын жерлеріңізді дәл осылай міне пылесостың қызметінде атқарады. Одан бөлек трассада қалып кетсеңіздер, міне аварийный ситуацияда дәл осы аппаратты қосып қойсаңыздар болады. Қазір көрдіңіздер ғой, міне аварийный ситуацияда осын қойып қоясыздар. Тұман жағдайында да, бұлай кез келген жағдайда осын қойып қойсаңыздар болады. И мысалы түннің жарымында машинаңыз бұзылып қалатын болса, міне фонарик қызметінде атқара береді. Одан бөлек міне пауэрбанк, телефонға пауэрбанк қызметі де бар. Сосын бұл мына жерге насадкасын алсаңыздар, еш қиналмай, қолмен қиналып шешпей, компрессордың қызметінде атқарады. Жалпы 6 түрлі функционалы бар, өте керемет құрылғы. Көрсеңіздер, уже машинада жел бар. Көрдіңіздер ғой міне. Қиналып жалпы бұл аппарат әр қазақтың, әр машина жүргізушісінің машинасында тұру керек аппарат қой, былайша айтқанда. Бір жақсы жері, бұны аккумуляторға былай жалғап, тоқ іздеп жүрмейсіздер. Аккумулятордан тоқ жалғап, іздеп жүрмейсіздер. Қолыңызда тұр, ыңғайлы отырдыңыздар, бір 3-4 минутта желдеріңізді толтырып ап, ары қарай жұмыстарыңызды жалғастырып жүре бересіздер ғой, былайша айтқанда.